Ау қызым қақа барасың, ой, айтқан тыңдасаң, айтқан тыңдасаң, менің ой, мына қыз, мына қыз жіберме болды ау, мына ой, мына әке-шешесі келіп елгетсе жақсы болар еді, менің айтқан тыңламайды, ой, мына қыз. Той мерекеге не қылса? Ақша беріңіз, бүгін кафеге барым керек, тырнақ кірпігімді істетуім керек. Ау, ақша азғантай ғой, мамаңа жіберіп тұрған жоқ, шешең болса ақша жібергенді қойды. Бере берің да, маған қатарымнан менен кем болмайын. Өзің кішкентайсаң, не керегі бар саған тырнақ істетудің? Мен қатарымнан кем қалмайын. 30 мың, 40 мың, 50 мыңды епіле ма? Мына 50 мың не болады, маникюр педикюрға жетпейді ғой. Бүгін кафеге баруым керек мен қыздармен. Мен мына қалғанын жеткізейінші балама. Қызық емес маған. Тамақаңызды өзіңіз тауың, өзіңіз істің. Ой, мен бұның қаяғына жеткіземін балам-ай. Ал, әкел, ой, мына қыздан бағудыға қиын екен ғой, шешесі келіп, елгете қойса болар еді, ой. Түскен ауа сұйығы. Гүлжахан апаның үй. Қызы да бір шаша тиіп тұр, Гүлжахан апаның әжесі қашанға қарай береді. Қыз баланы жақсы ұстаса болады ғой. Оқуға кеттім деп күнде оқуға кетпейді, негіз басқа жаққа барып жүрді. Анасын срочно шақыртып жатыр мектеп басшылығыменен. Гүлжахан апа, ассалаумағалейкум. Ау, уалейкумассалам. Ау, Гаухар қызым, сен ба? Ау, мен ғой. Ассалаумағалейкум, Гүлжахан апа. Қалайсың? Қалайсың? Жақсы ма? Шыққан қызым қалай? Сабағы жақсы ма? Үлгері ме? Қызыңыз бойынша кеп тұрман. Қызыңыз оқуға бармайды. Көп сабақтарды қалдырып қашып кетеді. 4-ші сабақтан кейін жоқ қызыңыз. Бір сөйлесейін деп келіп едім. Анасы келмеді ма еле, ата-анасы? Ата-анасы келмеді еле. Не болып кетті? Тәрбиесі жаман болып кетті ба? Не болды бұл? Бүгін сабағы жоқ, мұғалім қайтарып жіберді деп қайтып келді ғой, үйде ұйқылап жатыр ғой. Ұйқылап жатыр? Ал мектепте сабақ болып тұрды ғой, Гүлжахан апа. Сізге ұлыма күш бермей бір жатыр бұл қыз. Ата-анасын алдырып, аманатын өзіне беріңіз. Сөйлесейік қызбенен, Гүлжахан апа. Ау қызым. Ал тұр, мұғалім келіп тұр, отыр. Кетіп Ал тұр. Ділбар. Бұл не жатсыз? Ауырған адам түрме мына жатсың. Апа. Енді сіздің жасыңызды сыйлаймын, ата-анасын алдырып берің маған. Бұл қауендерлікте сіз қиналып жатырсыз, апа. Қадағалауға аламыз, Гаухар қызым-ай. Шешесі де келеді, бүгін бе, ертең бе келеді шешесі. Ділбар, қызым. Мама. Ой, жаным. Бармын ба? Қалайсың, жаным? Бар ғой, інім ақша берген жоқ, ұлма неге оған ұнаға тастап жатса ақша? Неге бермей? Маған ұлма дұрыстап ақша беріп жатқан жоқ вообще. Сонша ақша жібердің, қай жіберді ақшаң бәрін? Білмеймін, өзі жеп жатыр бәрін. Өзім сөйлесем жүрған. Ассалаумағалейкум. Қалайсың бе бала? Жақсы. Қалайсыз, өзіңіз амансыз ба? Денсаулығыңыз жақсы ма? Алмай отырсыз ба? Отырмыз, қарағым-ай, келгенің жақсы болды. Мына қызыңның тәрбиясына да, басқа затына да өзіңе аманатыңды тапсырдым ал. Өзің қара, қиын болып кетті мына қызыңның тәрбиясы деген. Күнде бір мұғалімі келеді, мұғалім. Ал не болып қалды? Мұғалімі де тындырмай жатыр тұғы маған. Звоно кетеді, Инстаграмнан звоно кетеді, Телеграмнан звоно кетеді. Сонша жұмысым тастап 6 айда не өзі соп қалды? Ене сонша ақша беріп отырмын, қаққа жіберіп отырсыз, я қыздарыңызға жіберіп жатырсыз ба? Ай қарағым, 5 күн жасап көрсең қызыңды өзің тәрбиясы қандай екен. Ал мен қара өзің.